Мәселенің екі жағы бар. Бірінші формальдық жағы. Формальдық жағы дейтініміз кез келген қоғамдық ұйым, оның ішінде саяси партия, оның тағдырын шешетін бір адам немесе бір топ емес, оның тағдырын шешетін съезд. Кез келген партия. Нұр Отаныңыз болсын, оппозициялық партия болсын. Сондықтан соңғы съездің шешімі ол мына парламенттік сайлау алдындағы ЖСДП Азат партиясын 3 жыл бойы тіркемегендіктен партия тіркелген легитимді заңды тұлға ЖСДП партиясының негізінде сайлауға түсті былтыр. Яғни сол партияның өзінің жарғысы бар. Бұрын ЖСДП Азатта жарғы бойынша тең төрағалар және бас хатшысы болса, ЖСДП партиясында ондай қызмет жоқ. Онда төраға бар және орынбасарлары бар. Егер де ЖСДП Азат партиясының тарихи тұрғыдан мойындасақ, Азат партиясы және ЖСДП бірге біріккені және Азат партиясы өзін жоюға дейін барғанына сыйластықпен қарайтын болсақ, онда қазір ЖСДП Азат партиясы формальды түрде заң бойынша жоқ болса да саяси тұрғыда бар. Онда яғни екі тең төраға Тұяқбай мен Абилов және бас хатшы мен. Егер де таза формальдық, заңдық, мына мемлекеттік құжаттардың негізінде қарайтын болсақ, онда ЖСДП партиясы, оның төрағасы Жармахан Тұяқбай, оның бірінші орынбасары мен Әміржан Қосанов. Бірақ мен 15 жыл Қазақстан оппозициясында келе жатып, Жармахан Тұяқбайға да, Болат Әбіловке де айтқанмын. Кез келген партияның тағдыры кім бастық болады, кімнің тобы жеңеді, кім қаржы береді, кімнің ықпалы сол маңда жаңағы аппаратта мықты дегеніне қарамауымыз керек. Біз кез келген өзіміздің мүшеміздің, мәселен алыстағы ағайынның кезінде 2009 жылы біз біріккен кезде, осы үлкен саяси күшке айналғанымыз кезде, маңайымызға жаңа азаматтар келген кездегі сенімнен айырылып қалмауымыз керек. Егер де біз қазір жоқ, мынау пәленшенің тобы, мынау түгеншенің тобы дейтін болсақ, енді біз халық бізден түңіледі. Онсыз да бізге ренжіп, онсыз да біздің мына белсенділігіміздің аздығына риза болмай жүрген халық одан сайын түңіледі. Сондықтан мен айтып жүрмін, айтамын, біз бірге болуымыз керек, жеке бастың амбициясына қарамау керек. Біреуге мен ұнамауы мүмкін, біреуге Тұяқбай ұнамауы мүмкін, біреуге Абилов ұнамауы мүмкін. Бірақ партиялық тұрғыда өзіміздің қатарымызға сол бірлік үшін сеніп келген азаматтардың сенімінен айырылып қалсақ, біз осыдан кейін өзімізді саяси өлік ретінде де, саяси болашақ жоқ ретінде қарауымыз керек. Сондықтан осы күнге дейін мен онысын айтып келе жатырмын. Бірақ сіздің сұрағыңызды мен астарын түсініп отырмын. Қазіргі таңда не болып бар жатыр деп. Тағы да қайталап айтам, әртүрлі ойлар бар. Бірінші ой, ЖСДП партиясының жарғысы бойынша өмір сүру керек, бір төраға болу керек, қалғандары оның маңайында болу. Ондай да бізде ой бар. Екінші ой, жоқ, бір партияның ішінде сол коллегиалды орган ретінде тең төрағалық болсын, азаматтар бірге жүрсін, елдегі халық олардың бірге жүргенін қалайды деген де ой бар. Мен екінші жағындамын. Бірақ тағы да қайталап айтам, формальды түрде бәрін съезд шешеді. Съезд өтсін, съезде талқылансын, съезде қандай шешім қабылданады, сіз бен біз партияның мүшесі ретінде, сіз журналист ретінде қабылдайсыз.